Қайсар әлім. Әтекем-ау. Тұлымшағы желбіреп, көңілі әлденеге елжіреп. Есік алдынан анадай еңіске, топтана бері бет түзеген аттылы адамдарға қарай ызғыта жөнелген кішкене қыз өз аяғына шалынып, жер сүзе мұрттай ұшты. Азанда Қызбел ауылын дүрліктіре жосыған Міржақып көп адаммен келе жатыр екен деген хабарды құлағы шалып қалған 4 жасар Гүлнар еді бұл. Осы ауылға қайтып оралмақ боп әкесі Міржақып біраз күн бұрын атбасар асып кетіп еді. Ауыл сыртында шоғырланып, қонақтарды күтуге сайланып тұрған біраз адам ішінде Батагөз апасы да бар еді. Гүлнәрінің бір жері майып болмады ма деп, зыр жүгіріп қасына ұшып жетіп, ұшықтап көтеріп, үсті басының шаңын қаққылай бастады. Мұның не? Құлыншағым. Ахмет Атекемді бірге қарсы аламыз деген өзің емессің бе? Мені тастап кетіп. Өкіріп жібермек боп жұтқыншағын ойната, аузын оқ сүйкере түсіп, кілт тиылды. Қандай кісі ол? Көрсет маған. Ахмет деген кім? Папамның досы ма? Көрсет, қазір. Сол-ақ екен, аттылар күтіскен топқа жанаса кеп, сәлем алып, баршасы қауқылдаса қауышып, ішіндегі Міржақып көзін таңдан алайтып жіберіп, қызын жерден көтеріп алды да. Бұл есімін өзіңізге сырттай қанық еткен Гүлнәрім ғой деп. Ат үстіндегі Ахмет ағасының қолына жеңіл қақпақылдай қойды. Үлкейіп қалыпты ғой өзі. Нағыз ізбасарың болады екен деп, Ахмет сәбидің бетінен өңіле иіскеп, құшағына сәл қысты да әкесіне кері ұмсынды. Менің атым Гүлнәр деп, тақ ете қалды, сонда Ахмет атасының құшағынан босағысы келмей тыпырлаған сәби. Мен білем, сені папам айтқан. Әйдік жақсы көрем, өзіңді. Ал менше, әкеңдей сүйінішпен ыстық көрем сені. Бойшаң, ақсар өңді, көрікті Ахметтің қомақты келген мұрнына салған пенснесінің қара жібек бауы оң жақ төс қалтасына, орай шалған түбіт шалмасының астына жасырынған екен. Гүлнәр соны ұстағысы келіп ұмтылғанымен, әкесі атын тебініп қалып, сәл оза түсті де, ахаң ағасына жымия көзін қысып қойды. Гүлнәрің болғалы тұр екен, деген Ахмет кеуілдене жайнаң етіп, сылаң жорғасымен қапталдаса, тайпалта сырғытты. Ата, Атеке. Туғу, айналайын-ай. Ата, Атеке деген мейірімді сөздерді сенен алғаш естідім-ау. Деп, Әлихан Бөкейхан атасы, жүзін кекселеу етіп көрсететін қою мұртын бір сипап, Ахметтің оң тізесінде отырып, қос қолын ұсына талпынған Гүлнәрді өзіне икемдеп шақырды. Гүлнәр Ахмет атасының оң тізесінен лып етіп ырғып түсті де, 2-3 қадам жерде отырған Әлихан атасының қойнына қойып кетті. Айналайын, сол, деп Гүлнәрдің селкілдеген тұлымшағынан, маңдайынан иіскелеген атасы мауқын басқандай боп, аса жадырап, шаттана күлімсіреді. Айтшы, Гүлнәртайым, Ахмет атаң екеуміз сені қалай жақсы көріп, еркелетеміз осы. Сәби ойын сезіп білмекке деген астарлы сөзін Ахметке қарап, көзін қысыңқырап аяқтады. Айта ғой, деп Ахмет те оны жауапқа жетелей түсті. Гүлнәр еш сұраққа тосылмайтын. Әке шешесімен еркін, ойнақы, қысылмай сөйлесіп, ойын ашық айтуға ысылып қалған кейіппен, бұл жолы да тақ-тақ еткізіп шұбыртып жіберді. Мені Әлихан Атеке маңдайымнан иіскелеп жақсы көреді. Көп-көп еркелетеді. Бірақ тікенек мұртының піспегінен қорқам деп. Екеуін де ду күлдіріп алды да, Ахмет атасына көз қиығын сала сөзін әрі жалғады. Ал Ахмет Атекем қос бетімнен шөпілдетіп сүйіп алып, өлердей жақсы көреді. Қос тұлғаның немере сүймеген кездері ғой. Атекелеген тәтті сөзді алғаш рет осы Гүлнәрдің аузынан естігенде де жандары шырайланып, шалқып тасып, мәз болысқан еді. Міне, тағы масайрап, ауыр ойдан арашаланып, кеуілдері көтеріліп отырған жайы бар. Ұлт тағдырын қызғыштай қоритын алапат ауыз түйіс кезеңде осылай жүйке тынықтырып, ой сергітпектің де қажеттігіне көңіл сеніп қана емес, өздерін ұмыта, бала боп кеткендіктеріне іштей түлеп, шерғысқандарын қайтерсіз. Мана қарашы, кішкене жүрек өлердей жақсы көреді деп,
сүйіспеншіліктің өзін жікке бөліп тұрау. Ахмет сәби сарабының тереңдігіне тәнті болып, бұл сөздің қадірін оның өз аузынан естімекке құмартты да. Гүлнар балам, сені Әлихан атаң да мен секілді алаламай, тең жақсы көреді ғой. Өлерде жақсы көреді деп маған қарата айттың. Сонда екі атаңның жақсы көруінде айырмашылық бар деп ойлайсың ба? Гүлнар көзін бақырайта ашып, «Иә, ойлаймын», деп салсын тікесінен. Не себептен? Қалай? Ахмет кәдімгідей абдырап, тосыла күтті жауабын. Өйткені, сен, әтекем, мені оң тізеңе отырғызып әңгіме айтып бересің ғой. Жан жағына алақтап, Әлихан атасының көңілін жығып алмайын дегендей, сәл бөгеліп, мырс етсін. Бұл әтекем, мені ылғи сол жақ тізесіне мінгізіп, әткеншек тепкізеді. Әңгімесіне балбырап, ұйықтап кетем. Атекелері қосарланып, селкілдей күлісті. Мәніс қайда жатыр? Сүйіспеншілік пен жақсы көрудің де оң мен солы боларын осы бала бізге сыпайылап жеткізіп отырмаса, не қылсын, бәтір-ау, деп Әлихан күлкіден жасаураған көзін уқалап, Ахметке кәдімгідей ой тастай сөйлеп бұрылды. Бала дейміз-ау. Ахмет басын күлімсірей изеді. Ал Гүлнар тақылдауын қояр емес. Әлихан атасына үңіле қарап, сенде бала бар ма? Деді де, осы сұрағын әлгіндегі ғана жадыраңқы қабағы кене түсіп кеткен Ахмет атасына айнытпай қайталады. Әлихан дегбірсізденіп, көзінің астымен Ахметке жанарын жүгірте қойды. Тілі күрмеліп, түнеріп кетіпті. Өзі болса, барын бар деп айтуға жүдә жүрексінді. Гүлнардың 20-ға жетер-жетпес шағы. Әкесі айдауда, өзі шешесімен септесіп, 10 жасар Әлібек інісін бағысып, күнелтісіп жүрген қиямет кезең. Мамыр таңы дүниені мамыражай күйге бөліп, Алматыны ертегідей сылаңдатып тастағанымен, мөлдірлік те құбылмалы ғой. Табиғат тосын томсарған алмағайып. Ажарсыз бір күні Алатаудан түнере түскен қара бұлт бұлардың босағасына қайғы шеңгелін сығымдай салған. Бетін жыртқан Ғайни Жамалдың құйқа шымырлатар жан дауысы ауаны тілгілейді. Айырылдым, жалғыз тұяқтан, деп жүрек жыртқан зармен жерге домалай түсіп, қобыраған шашын жұлымдайды. Қой, Гүлнәрің бар. Алладан медет сұра соған деген басу сөздер құлағына жетер емес. Өршелене түседі өрекпіп. Міржақыптың кіндігінен тараған Абылай, Халида, Наурызбайлардың соңынан кеткен мына Әлібегін Ататек жалғасына балап, бауыр етінде көруші еді. Кетті, Әлібегім. Жалғыз Гүлнәрім сау болсыншы. Дауысы қарлықты. Ауа қармай алқына сыбырлады. Міржақып-ау, жүрегің үзіліп түспеді ме? Не сезесің, сен? Бір сұмдықты елестетіп жатырсың ба? Әлібегің жоқ енді. Осы кезде есік алдына жиылған Алматының өңкей бетке ұстарлары әлдекімге жол беріп, сәлемдесе ығысқандай болып, дүрлігін кіреп қалды. Ахмет аға келе жатыр. Мына қапталды ашыңдар. Шегініңдер деген ескертулерден қайғы бұлты тіптен қалыңдай түскендей болды. Жоқтау. Айқай-ұйқай сәл саябырсып, әркім ішкі мұңға езіліп тұрды. Ғайни Жамал да есін тез жиып, шашын жауып, орамалымен бетін сүрткіледі. Ахмет баяу басып, өзі Гая деп еркелететін сүйікті келінінің алдына келіп, бір тізесін бүге құшағына жеңіл тартып, босаған көңіліне арық бере, қос иығын солқылдата еңкілдеп жылап жіберді. Бұлайғы адамдармен де жағалай қол беріп көріскеннен соң, Ғайни Жамалға бұрылып қамыға сөйледі. Гая, шырағым, қайғына ортақпын. Мезгілсіз солған гүл үзіліп түсті. Әлібек енді ортамыздан мәңгі кетті. Бәріміздің жанымызға қатты батып отыр. Тағдырдың жазуына қарсы түсе алмайсың. Арты тек қайырлы болсын. Қызарған көзінің жасаураған етегіне орамалының жиегін тигізе, дымқылын басып, сөзін жалғады. Қалғандардың, Міржақыптың амандығын тілейік.
ақырын сұра, сабыр ет. Баласының дүние салғанын Міржақыпқа естіртіп, жазбаңдар. Өзі ауырып жүргенінде қиналар. Үміті үзілмесін. Артымнан ерген ол қызым, сүйенішім бар деп жүрсін. Ал дая қалқам, мықты бол. Барлық салмағы енді өзіңе. Мына Гүлнар балама түсет. Міржақып үшін қайғыға езілме, бекем болыңдар. Еңселеріңді тіктеңдер. Келіп те қалар Міржақыбым. Әділет қалмас жоқтаусыз. Міржақып қалмас ақтаусыз. Деп Файзолла қария айтпап па еді. Үмітті болайық. Осы сөздерін ауыр ойдың жетегінде шырмалып отырып, жүрек күрсінісінен әзер суырт пақтап жеткізген, Ахмет төмен сырғыған пенсінісін саусағымен нұқып көтеріп, анадай жердегі булыға жылап, бүрісе қалған Гүлнарды көзімен іздеп тауып, қасына барып ошарыла жүреледі. Оның қос қолын уысына сыйдырып, саусақтарын салалап тұрды да, бетінен өпті. Баз баяғы кішкене кезіндегідей еміреніп сүйді. Гүлнар тас түйін бекініп, тымырайып алды да, мен енді жыламаймын Атеке. Ақырын сұраймын. Ендігі арманым әкемді күту, деп атасының мойнына оратыла кетті. Ажал азғырынды деген сол. Араға 5 ай түскенде, жыламайтын Гүлнарды тағдыр тағы талқысына салып еді. Сонау алыс Карелияның Сосновец лагерінде Міржақып әкесі көз жұмды. 50 жасына 1,5 ай жетер-жетпесте ұлтшыл жанның ұлы жүрегі тоқтады. Жыламақ түгілі, шешесі екеуі сұлап түсіп, естерінен айырылды. Тағы сол, баяғы Әлібектің қазасына жиылған кілең жанашырлар. Тіпті та нымайтындардың да қарасы көп қайырылды. Орталарынан Ахмет бейнесі еңселеніп көрінеді. Үстіндегі киімі аса жұпынылау. Өңі бозарып, самайы аққылауланып, көзі шүңірейіп кеткен. Естері енді кірген Ғайнижамал мен Гүлнардың қасына келіп, иіле түсіп, ақырын басу айтты. Дая, қарағым, Гүлнар балам, сендер үлкен қазаның үстінде отырсыңдар. Әлібек қайтқанда, ақырын сұра деген едім. Енді Міржақып үнім өткенде, не айтарымды білмей отырмын. Деп тамағын қысқан өксікке қақалып, басын төмен салбыратып жіберді. Осы кезде аянышты халдегі ұлы кісінің қиналғанын көріп, шыдас бермеген Гүлнар, Атекем-ау, біз де сізге көңіл айтамыз. Мықты болыңыз, деп жан ұшыра жалынып, бәйек қағып. Енді мен әкемнің өмірімен өмір сүрем, деді де орнынан тас түйін атып тұрды. Көз жасын көлдетіп, әл дәрмені құрған Гүлнардың түн баласына ойына не келіп, не кетпеді дерсіз. 1928 жылғы 29 желтоқсандағы Қызылорданың қақаған үскірігіндей табиғат пен адам жаны қоса жан алқымға алынған қыспақты еш зауалмен теңестіруге келмес. Сыртта дауыл суырып тұр. Үрейлі түннің түңілгін түргендей боп, Міржақып үштіктің күшімен қайырылған қолын қатты серпіп, Ғайнижамал мен Гүлнаріне бұрылды да, біз әлі ораламыз, деп қора жақтан күңірене кісінеген алакөз атына қарай атыла жетті. Біз әлі ораламыз. Сол түнгі өзегін тілгілеген қуатты дауыс құлағында үнемі жаңғырығып тұратындай еді. Ахмет атасымен соңғы бір қысылтаяң ұшырасқанда да әкесінің осы сөздері жүрегін тулатып жіберген. Атекесі еңсесін тіктеп, бару, қайту пешенеңдегі іс, деп әлденені жұмбақтау ғып, елеусіз айта салғандай болып, бетінен сүйген. 2 айдан соң, 1937-нің желтоқсанында атылып кетті. Қос арыстың да оралмақ үміті кесілді. Бірақ олар әулие екен. Рухтары ораларын сезгенде екен. Гүлнар төсегіне тіктеліп отырды да су алғызып ішті. Іштегі жалын өртін ештеңе баспасын сезді. Қуаныш пен қайғыдан қатар сығымдалған жүрегі үзіліп, әрең тірілетіндей. Тек ақталды, деген өз дауысы ғана көңіліне медет.
мына қайта лаулардан жағы талмайтындай. Ақталды Шәкәрім Құдайбердіұлы. Ақталды Ахмет Байтұрсынұлы. Ақталды Жүсіпбек Аймауытұлы. Ақталды Мағжан Жұмабайұлы. Қуаныштан еңіреді. Қолқасын суырған бір сұрақты тәңірге қойғандай боп аңыраған күйі қос қолымен көк сауды. Менің Міржақып әкем неге ақталмады? Құдайым-ау! Неге осы арыста ірімнің қатарында ақталмады? Неге кешіктірді? Не жазып еді, қазағын оятқаннан басқа? Енді қайттым. Айтыңдаршы. Халық жауының қызы боп, көрге түсуден басқа не амалым қалды? Тәңірім-ау! Тәңірім-ау! 1988 жылғы 4 қараша. Шелектеп жауған жауыннан мына Алатау өмірінде тұңғыш рет жарқырап жуылып, шайылған шығар. Бәлкім. Дәл осы туған күнінде Гүлнәр Міржақып қызы да, сәбидей пәк күйінде осынау кір аралас өмірге сақ алтындай таза құймасымен қайта келгенде еді. Жүрегіндегі халық жауының қызы қаралы жамылғысын мәңгілікке сыпырып тастап, қайта жаратылғандай боп еді. Тәубе, ақталды Міржақып Дулатұлы. Біз әлі ораламыз, деп еді әкесі. Оралды бәрі. Гүлнәр енді жыламайды. Тайталасса, тағдырды жылатады. 1991 жылдың маусым айы. Торғайда Ахмет Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатұлының күндері өтіп жатыр. Қос арысқа әдеби мемориалдық музей ашылып, жұрт енді ақ жамылғы астындағы кеуде мүсіндердің ажарын қызықтамақ болып ынтығулы. Міне, сыпырылды. Көтеріңкі, қуанышты дауыстар шапалақтар сылын жұтып жіберді. Ахаң мен жақаң. Пай, азаттық үшін жан қиған қос арыс. Ұлтының рухани көсемі ахаң. Қазағын оятқан жақаң. Қошемет сөздерден құлақ тұнады. Көптің ішіндегі Ахметтің бауырына басқан қызы Шолпан. Міржақыптың Гүлнәрі, Жүсіпбектің Лизасы әдейі ұсынған, жан жақтан лақтырылған гүл астында қалды. Бақыттан бас айналды деген осы шығар. Шолпан Гүлнарға әлсіз күлімсіреді. Гүлнәр әрең тіл қатты. Шолпан апа. Апа десем, өңім бе бұл, түсім бе? Беті жаспен айғыздалған Лиза қосар ұланып. Өңің дей берді де, шал қалай талықсып кетті. Нығыздала лықсыған халық оны сүйемелдеп қалды. Сәтте көзін ашып алған Лиза. Осы қызықты Мағжан ағамның Зілихасы көргенде ғой, деп басын шайқады. Айтып едік, денсаулығы сыр берді ғой деп Гүлнәр дірілдеген егін әрең басты. Сосын назарын қос бәйтерекке тіктеп, еріксіз кемсеңдей түсті. Атекем-ау, әкем-ау. Ахаң мен жақаң Торғайдағы тас тұғырынан күллі қазаққа шапағатын шашып тұрғанда еді. 98 жыл ғұмырында аузынан атекесі бір түспеген Гүлнәр апай, Ахмет атасына деген сол сәби кезгі іңкәрліктің, сүйіспеншіліктің туын сәл еңкейтпей тік ұстап, дүниеден озып еді-ау.